Отбасы хрестоматиясы сериясының салт дәстүр сөйлейді кітабынан. Әйелдердің сырға тағу дәстүрі. Бибісара анамыз жасы 90-нан асса да, құрсақ көтермеген соң, Ыбырайым пайғамбар Бибажар есімді көңіліне үйленеді. Көп ұзамай Бибажар анамыз құрсақ көтереді. Тоқалдың жүкті екенін білгенде, Бибісарада қызғаныш пайда болады. Осыны сезген ібіліс: «Ей Сара, еріңе қанша адал қызмет етсең де, Құдайдың ажарды сенен артық көрді. Бұл әділетсіздік, оны өлтіріп өшіңді ал», дейді. Қызғанышын жеңе алмаған Бибісара ажарды 2 жерден жаралаймын деп ант ішеді. Сол түні Бибісара анамыз түс көреді. Түсінде алып шынар ағашын егіп жатыр екен. Шынар тез өсіп, айналасына саясын төгеді. Ояна салып түсін күйеуіне жорытады. «Ұзамай ұлды боласың, ұлың пайғамбар болады», дейді Ыбырайым. Бибісара анамыз қатты қуанады. Алайда ажарды өлтіремін деген анты есіне түсіп, қызғаныштан ажарды жаралаймын деген антым бар еді, енді не болады деп сұрайды. Іштарлық ібілістің сипаты. Ол адамның дәрежесін көре алмай, Құдайдың дәргейінен қуылғантын. Көңіліңді қызғанышқа билетпе. Ақ та болса ант ішпе, айрандай жұғар үстіңе деген. Енді антты шартты түрде болса да орындау керек. Ол үшін ажардың құлағын ғана жараласаң жетер, дейді Ыбырайым. Бибісара анамыз қолына қанжар алып, ажардың 2 құлағының сырғалығын тесіп жарақаттайды. 2 құлағынан қан сорғалап, ажардың көркі қашады. Сара қанды көріп шошып кетеді. Сол кезде Құдайдың әмірімен Жебірейіл періште пейіштен 2 сырға әкеліп, ажар анамыздың қос құлағына тағады. Жәннаттың лағыл тасын тағынғанда, ажар хор қызындай сұлу боп шыға келеді. Әйелдерге сырға тағу сол кезден бастап сүндет болған екен.